Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық етінен жасалатын өте дәмді, тойымды пирог жасаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Достар, біздің ингредиенттер міндетті түрде салқын болуы қажет. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. 100 грамм салқын қаймақ және 300 грамм ұн. Ұнға мен 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық сода қосып жібердім, араластырып алдым. Енді 100 грамм сары май қажет. Сары майды күштен өткізесіздер. Және 1 жұмыртқа. Жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырды мейлінше тезірек илеуге тырысыңыздар, өйткені қолдың жылуымен сары май ере бастайды. Дайын болған қамырды целлофанға салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Мен 300 грамм тауық етін алдым. Сіздер фаршпен жасасаңыздар да болады, тауықтың фаршымен. Және 2 кіші картоп, 1 үлкен пияз, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық бұрыш қосасыздар салмаға. Мен етті осылай майдалап, турап шығамын. Және картопты да майдалап, көбіктап турап шығамын. Пиязды да майдалап, көбіктап турап шығамын. Енді тұзымыз бен бұрышымызды қосамыз. Жақсылап араластырып шығамыз. Және осы уақытта пештеріңізді қызудыруға қойып қойсаңыздар болады. Енді қамырымызды алып екіге бөлеміз. Бір бөлігін кішкентай етіп бөлесіздер, өйткені бетіне қойғанға керек. Асты жағы үлкендеу болады. Бірінші үлкен қамырды жайып аламыз. Қамырмен мейлінше тезірек жұмыс жасауға тырысыңыздар. Қатты жұқа қылмаймыз, қалың да қылып жаймаймыз. Міне, осылай болады. Енді кішкентай қамырымызды жаямыз. Пісіретін табамызға үлкен қамырымызды қоямыз осылай. Астын майлап жібересіздер табаның. Салмамызды салып шығамыз. Бетіне кішкентай қамырымызды қойып, жан жағын буып шығамыз. Бетін шанышқымен тесуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осылай тесіп шығу керек. Және 1 жұмыртқаның сарысына кішкене сүт тамыз жіберіп, осылай бетіне жағып шығасыздар. Мен 200 градуста 1 сағаттай пісіріп алдым. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге ориентир жасаңыздар, әркімде пеш әр түрлі. Міне біздің пирог дайын болды. Иісі өте керемет, тәбетті ашады. Ал мен сіздерге осылай кесіп көрсетейін. Ортасы толық піскен. Достар, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Менің каналыма